өтілетін сабағымыз қысқаша көбейту формулалары. Қысқаша көбейту формулаларының ішінде алдымен біз екі өрнектің қосындысының квадраты. Енді біз бұдан бұрын көпмүшелерді көбейту деген тақырыпты көрдік. Енді соның мағынасы бойынша біз а қосу б-ның квадраты дегеннің не екенін білеміз. Яғни бізде а қосу б-ның квадраты дегеннің мағынасы бұл а қосу б көбейту а қосу б екі рет көбейту дегенді білдіреді. Ондай болатын болса, көпмүшелі көбейту бойынша көбейтсек, біз алдымен аны аға көбейтеміз, а квадрат болады. Сосын аны б-ға көбейтеміз, сонда қосу а б болады. Сонан кейін б мен аны келесі мүшесімен көбейтеміз. Сонда бізде тағы да б немесе а б қосылған, енді б мен б-ны көбейткен кезде б квадрат болады бізде. Сонда біздің жердегі а б менен а б ұқсас мүше біріктіріп жететін болсақ, тең бұнымыз а квадрат қосылған 2 а б қосылған б квадрат болады. Б квадрат. Ондай болатын болса, енді а қосу б-ның квадраты тең а квадрат қосу 2 а б қосу б-ның квадраты деген нәрсе ықшамдағаннан кейін келді. Онда біз енді бұны формула ретінде аламыз. Онда а қосу б-ның квадраты тең а-ның квадраты қосылған 2 а б қосылған б-ның квадраты. Енді біз бұны бұдан кейін формула ретінде қолданамыз. Яғни біз бұны екі өрнектің қосындысының квадратының формуласы деп атаймыз. Ондай болатын болса, екі өрнектің қосындысының квадраты дегеніміз ол немесе екі санның қосындысының квадраты деп атай берейік. Бұлайша, онда бірінші санның квадраты қосылған екі еселенген бірінші сан мен екінші санның көбейтіндісі және екінші санның квадратына тең болады. Яғни немесе екі өрнектің қосындысының квадраты дегеніміз бірінші өрнектің квадраты қосылған екі еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадратына тең болады. Енді екі өрнектің айырмасының квадраты деген. Оны да жаңағы бойынша қарастырып көрейік. Ондай болатын болса, бұл міне а минус б-ның квадраты дегеніміз тең ол а минус б көбейтілген а минус б. Екі рет көбейтуді білдіреді. Онда тең жаңағы бойынша көбейтеміз. Бірінші а-ның квадраты екеуін көбейтсек, енді а мен б-ны көбейтсек минус а б болады бұл жерде. Сонан кейін енді б мен а-ны көбейткен кезде минус б а немесе минус а б деп жаза береміз. Минус а б мына мен екеуін көбейткенде плюс болып кетеді, плюс б квадрат. Так, ондай болатын болса, бізде минус а б мен минус а б бірігеді. Сонда тең болады а-ның квадраты минус 2 а б қосылған б-ның квадраты пайда болды. Ондай болатын болса, енді бізде екі өрнектің айырмасының квадратының формуласы да пайда болды. Енді біз бұны тең а квадрат минус 2 а б қосу б-ның квадраты. Бұны да біз енді формула ретінде қабылдаймыз. Яғни екі өрнектің айырмасының квадраты дегеніміз ол тең бірінші өрнектің квадраты азайтылған екі еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадратына тең болады. Енді осы формулаларды пайдаланып біз есептер шығарамыз. Енді бірінші мысал. 3х қосу 2-ның квадраты тең қандай болады? Ондай болатын болса, біз бұл түсінікті болу үшін мына жерге жаңағы екі формуланы жазып қояйық. Бірінші мына жерге жазайық. Онда бұл а қосу б-ның жақша сыртында квадраты дегеніміз тең ол а-ның квадраты қосылған 2 а б қосылған б-ның квадраты. Енді біз осы формула бойынша мына есепті осы формула бойынша шығаратын болсақ, онда мынадан қарап отырсақ, міне а-ның орнында 3х, б-ның орнында 2 тұр. Онда ол а-ның квадраты деген сөз 3х-тің квадраты қосылған екі еселенген бірінші сан а дегенім 3х көбейтілген екінші сан б-дің орнында 2, яғни көбейтілген 2 деген сөз.
қосылған екінші сан b-ның квадраты, яғни 2-нің квадраты. Тең, енді ары қарай есептеп қоямыз. 3x-тің квадраты дегенім ол 9x квадрат. Ал мына екеуінің көбейтіндісі 2 мен 3 6, 3 пен 2 12, яғни қосылған 12x қосылған 2-нің квадраты 4 болады онда бізде. Енді біз мына жерге екі өрнектің айырмасының формуласын жазып алайық бірінші. Ондай болатын болса бізде екінші әні шығару үшін екі өрнектің айырмасының формуласы деген, яғни а минус b-ның жақша сыртында квадраты тең ол болады бірінші санның квадраты, яғни а квадрат минус 2ab қосылған b-ның квадраты. Біз мына формуламенен мына формуланы салыстыратын болсақ, екеуіндегі тек айырмашылық мына жерде қосу, мына жерде азайту болса, ал онда мына 2ab-ның алды плюс, мынада 2ab-ның алды минус болады. Тек осындай ғана айырмашылық бұларда. Ал мына жерде а квадрат б квадраттың екеуінде де таңбалары плюс, яғни ұқсас болады. Енді осы бойынша қарайық. Онда бізде мына а-ның орнында 2а тұр, ал b-ның орнында 7b тұр деп ойлап, сол бойынша ары қарай формулаға келтіреміз. Онда а-ның квадраты деген бізде бірінші санның квадраты, яғни 2а-ның квадраты. Минус 2 еселенген бірінші сан мен екінші санның көбейтіндісі дейміз. 2 еселенген бірінші санымыз 2а, екінші санымыз 7b. 7b. Қосылған, ал екінші санның квадраты дегеніміз ол 7b-ның жақша сыртында квадраты. Сонда ол тең болады. Ал енді бізде 2а-ның квадраты дегеніміз ол 2а-ның квадраты дегеніміз 4а квадрат болады. Ал минус мынау 2 мен 2 4, 4 пен 7 28, онда 28аб болады. 28аб. Қосылған 7-нің квадраты онда 49b квадрат болады. 49b квадрат. Онда біз осыдан енді екі өрнектің айырмасы және қосындысының квадратына қатысты мысалдарды көрдік. Енді көп жағдайда оқушылар былай шатысатын жағдай болады. Мысалы, а қосу b-ның жақша сыртында квадраты болса, олар ойлайды да а квадрат қосу b квадрат деп шатысып кететін жағдай болады. Бұлай ешқашан болмайды. Өйткені бұл жерде қосынды жаңа формула бойынша түсіндірдік. Ана формуланың қайдан келгенін бұлай істеуге әсте болмайды. Ал сол сияқты а минус b-ның жақша сыртында квадраты дегенді кейде жаңағындай олар бүйтіп жазып қояды. А квадрат минус b квадрат. Бұлай да ешқашан болмайды. Бұлай істеуге болмайды. Бұл формулаларды жаңа қайдан келгенін айттық. Яғни а минус b-ның квадраты ол а минус b-ны екі рет бір-біріне көбейту. Ал енді көбейту болса болады бізде. Мысалы, а-ның жақша сыртында квадраты дегеніміз ол а квадрат b квадрат жеке-жеке дәрежелегенге тең дегенді ол көбейтінді болған жағдайда болады. Ал қосынды айырма болған жағдайда бұлай істеуге ешқашан болмайды. Енді келесі екінші мысалды қарайық. Мына жерде 2а плюс 9 квадрат қалып қойған екен. Мына жерде квадрат қояйық. 2а плюс 9-дың квадраты. Ондай болатын болса, бізде 2а плюс 9-дың квадраты, мынау қате жазылып кеткен екен, минус а жақшы ішінде 4а қосу 31. Онда тең болады. Ол бізде 2а-ның квадраты формула бойынша жаңағы қосылған, яғни бірінші санның квадраты қосылған 2 еселенген дедік. Бірінші сан менен екінші санның көбейтіндісі дедік. Қосылған екінші санның квадраты, яғни 9-дың квадраты. Азайтылған. Мынаны да істей беруге болады, көбейтіп бір-біріне. Онда бұл бір мүшені көп мүшеге көбейту. Жеке-жеке көбейтеміз. Онда а мен 4а-ны көбейткенде минус 4а квадрат. Ал енді мына жерде минус а мен плюс 31-ді көбейткен кезде ол жерде таңбасы өзгереді. Минус 31а болады деген сөз. Тең. Енді біз мынаны есептесек, 2а-ның квадраты ол 4а квадрат. Яғни жаңағы формула бойынша жеке-жеке
квадраттағанға тең. Қосылған, мына жерде 2 мен 2 4, 4 пен 9 36 а болды деген сөз бұл жерде. Онда қосылған 9-ның квадраты 81 минус 4а квадрат минус 31 а. Енді біз мына жерде ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Бізде 4а квадрат, мына жерде минус 4а квадрат, онда бір-бірінен бұлар азайтылып кетеді, яғни жойылады. Онда 36а менен минус 31а ұқсас мүше, онда азайтылған кезде бізде 5а болады. Онда 5а қосылған 81 қалды деген сөз. Енді келесі үшінші мысал есептеңдер деген 51-дің квадраты және 79-ның квадраты. Енді бізді бұны бұлайша 51-ге көбейтіп квадрат деп есептей салуға болады. Бұл жерде біз жаңағы формуланы қолданып тиімді тәсілмен есептеуге болады бұны. Онда 51-дің квадраты дегенді біз қалай? Бұлай істеуге болады. Яғни 51 дегеніміз ол 50 мен 1-дің қосындысы. Онда соның квадраты деп алуға болады. Енді бұл жаңа қысқаша көбейту формуласы бойынша а-ның квадраты, яғни а-ның орнында 50 тұр. Онда 50-дің квадраты қосылған 2 еселенген бірінші сан мен екінші санның көбейтіндісі қосылған екінші санның квадраты. Онда бізде 50-дің квадратын білеміз. 50 мен 50-ді көбейтсек 5 5 25, яғни 2500 қосылған, ал 2 мен 5-ті көбейткенде 100, сондықтан 100 қосылған 1. Енді бұны есептеу, ауызша есептей салуға болады, оп-оңай. Онда 2500-ге 100-ді қосқанда 2600, оған 1-ді қосқанда 2601 болды міне. Сонда біз көбейтіп жатпай-ақ осындай тиімді тәсілмен ауызша есептей салуға болады. Енді 79-дің квадраты. Онда біз 79-дің квадратын жаңағы айтылған сияқты, бұл енді 50-ді біз дөңгелек сандарға жақын қылып алуымыз керек бұны. Яғни 51-ді біз 50 мен 1-дің қосындысы дедік, онда 79-ді біз 80 мен 1-дің айырмасы деп қарауға болады. 80 азайтылған 1-дің квадраты. Онда бұны тең. Енді 80 азайтылған 1-дің квадраты, онда ол 80-ның квадраты, яғни бірінші санның квадраты, минус болатын жерде онда 2 еселенген бірінші сан мен екінші санның көбейтіндісі қосылған екінші санның квадраты формула бойынша, яғни екі өрнектің айырмасы квадраты бойынша. Онда тең 80-ның квадраты дегеніміз 8864 6400 азайтылған 2816 160 болады, қосылған 1 болады. Онда тең 6400-ден 160-ты алғанда 6240, оған 1 қосылғанда сонда 6241 болды деген сөз. Енді төртінші мысалды қарастырайық. Көбейткіштерге жіктейік дейді. Көбейткіштерді жіктеу барысында біз жаңа екі өрнектің қосындысы а қосу b-ның квадраты тең а квадрат. Мысалы, біз а қосу b-ның квадраты тең а квадрат қосу 2аб қосылған b квадрат деп қарадық. Енді біз бұны керісінше, яғни біз мынадан а квадрат қосу 2аб қосылған b квадрат тең а қосылған b-ның квадраты деп керісінше де алуға болады. Онда біз мынаны көбейту деп атаймыз да, ал мынаны көбейткішке жіктеу, яғни бұл жердегі а қосу мен а қосу b-ны екі рет көбейтіліп тұр деп қарауға болатындықтан бұл көбейткішке жіктеу болады. Онда біз мынаны сол формула бойынша квадрат екі өрнектің қосындысының квадратына жинаймыз. Онда көрейік. 9а квадрат. Ол дегеніміз бізде мына формула бойынша а квадраттың орнында тұр. Яғни ол 3а-ның жақшасырында квадрат деген мағынада. Ал минус мына 4b-ның квадрат деген ол b-ның орнында тұрған сан қандай деп табу үшін 4b-ның квадрат деген ол 2b-ның жақшасырында квадрат. Онда екінші сан 2b деп ойлауға болады. Онда мына жердегі сан тексеріп көрейік. 2 еселенген бірінші сан 3а, екінші сан 2а-ның көбейтіндісі болып тұр. Өйткені міне 2 мен 3-ті көбейтсек 6, 6 мен 2-ні көбейтсек 12. Мына жерде b. 12b. Сонда 12аб шығып тұр. Қосылған ал 4b квадрат дегенім ол 2b-ның жақшасырында квадраты міне. Онда бұл формулаға келдім. а квадрат дегенім мынау, 2аб дегенім мынау, ал b квадрат дегенім мынау. Сондықтан бұл 3а минус, мына жер минус болса минус болады дедік, минус 2b
b-ның жақша сыртында квадраты. Сонда біз жаңағы мынандай болатын болса, енді бұл жерде мына жерде мысалы а минус b-ның жақша сыртында квадрат тең а квадрат минус 2аб плюс b квадрат. Біз екеуін де жазып қойық. Сонда ол мына жерде керісінше болған кезде а квадрат минус 2аб қосылған b квадрат дегенім ол тең а минус b-ның жақша сыртында квадраты болады деген сөз. Енді осы бойынша біріншісі мынау жаңағы екіншісі бойынша кетті. Енді мынаны көрейік. Онда 100 дегенім ол 10-ның квадраты. Ал мына жерде 4b квадрат дегенім ол 2b-ның квадраты болып тұр. Сондықтан мына жердегі сан қосылған 2 еселенген 10 менен 2b-ның көбейтіндісімен. Сонда 40b пайда болып тұр. Қосылған b-дің орнында 2b-ның квадраты тұр деген сөз. Онда бұл формулаға келеді. Формула бойынша 10 қосу 2b-ның жақша сыртында квадраты. Бұны біз көбейткіштелді деп қараймыз. Онда келесі өрнекті көрейік. X квадрат минус 4xy плюс 4y квадрат минус ax плюс 2ay. Енді бұны біз бір жолда көбейткіштей алмаймыз. Яғни біздің өткенде үйренген топтау тәсілімен көбейткіштеуді қолданамыз бұған, топтау тәсілімен. Яғни біз бірінші мына x квадрат минус 4x плюс 4y квадрат деген бұл жаңағы біздің формуламызға келеді. Екі өрнектің айырмасының квадратына. Онда осыны формула бойынша жіктеп аламыз біз. Онда бұл x, ал 4y квадрат дегенім ол минус 2y-дің жақшасы 2y квадрат деген сөз. Онда мынау екеселенген абға келіп тұр. Жақша сыртында квадрат. Мынаны келтірдік. Енді біз минусын шығарып жібереміз мына екеуінен. Мына екеуінен минус ортақ көбейткіш шығарамыз, аны шығарып жібереміз. Сонда бізде қалады, біріншісінде x қалады. Сосын минус шығарып жүргендікте мынаны таңбасы минус 2y болады. Қалды 2y, яғни ашық кетіп жүрді. Енді біз қарастырамыз. Бірінші өрнекте x минус 2y-дің квадраты, екінші өрнекте x минус 2y. Ортақ көбейткіш бар, яғни x минус 2y-ді біз жақшаның алдына шығарамыз. Мына екеуінен де. Онда x минус 2y-ді жақшаның алдына шығарып жүрген кезде, бізде мынау x минус 2y-дің квадраты, онда оның біреуі қалды деп қарайтынбыз. Онда x минус 2y қалды, ал мына жерде минус a қалды. Ондай болатын болса, бұл да міне екі өрнектің көбейтіндісі түрінде көбейткішке жіктелді дейміз. Онда төменде жаттығулар қарастырайық осы бойынша. Бірінші жаттығу 1 көпмүше түріне келтіріңдер дейді. Онда біз тағы да түсінікті болу үшін мына жерге формулаларымызды жазып қояйық. Яғни а қосу b-ның жақша сыртында квадраты тең а квадрат қосу 2аб қосу b квадрат. Ал а минус b-ның жақша сыртында квадраты тең а квадрат минус 2аб плюс b квадрат болатын. Онда мынау бізде жаңа формула бойынша 0,3-дің x-дің квадраты қосылған 2 еселенген 0,3x, яғни бірінші сан менен екінші санның көбейтіндісі қосылған екінші санның квадраты. Онда бұл болады тең 0,3x-дің квадраты деген ол жеке-жеке квадратталады, яғни 0,3-дің квадраты ол 0,3 пен 0,3 9, сосын x квадрат қосылған 2 мен 0,3 0,6, оны 4-ке көбейткен кезде 4 6 24, яғни 2,4 x y қосылған 4 y-дің квадраты ол 16 y-дің квадраты болады. Енді біз екіншісін қарастырайық. Ол екіншісіміз жаңағы айырманың формуласына келеді. Онда ол тең болады бірінші санның квадраты, яғни 4-тен 3 x-дің жақша сыртында квадраты минус 2 еселенген бірінші сан менен екінші санның көбейтіндісі қосылған екінші санның квадраты. Онда ол тең 4-тен 3-дің квадраты дегенім ол 4 4 16-дан 9 2 квадрат. Ал 2 мен 4-тен 3-ті көбейткен кезде 2-нің астында 1 бар деп қарап қысқартуға болады. Онда 2 мен 4 қысқарады, мына жерде 2 қалады. Ал 0,10-нан 0,5 дегенім ол
2-ден 1 деп қарастыруға болады бізде. 2-ден 1. Яғни мына жерде 2-ден 1. Онда 2 мен 2 көбейтіледі де қайтадан бізде 4-тен 3 пайда болады. Онда 2 мен 2. Яғни 4-тен 3 минус 4-тен 3 x y болды деген сөз. Ал қосылған 0,5 y-тің квадраты жаңағы бойынша бұл 0,5-те 2-ден 1 деп қарауға болады. Не болмаса 0,5 болса 0,25. Ал 2-ден 1 десек, онда ол 4-тен 1 y-тің квадраты болады. Енді үшіншісін қарастырайық. Ол тең бірінші санның квадраты, яғни 0,2 ем квадраттың квадраты. Азайтылған 2 еселенген бірінші сан менен екінші санның көбейтіндісі. Қосылған екінші санның квадраты. Онда ол тең 0,4 емнің 4 дәрежесі минус мына мен мына көбейтілгенде 0,4 болады. 0,4 пен 5 көбейтілген кезде ол 2 болады. 2 ем квадрат ем. Қосылған 5 емнің квадрат деген ол 25 ем квадрат болды. Енді жаттығу 2 көп мүше түріне келтіріңдер дейді. Яғни біз бұны көбейтеміз бір-біріне. Яғни жаңа формула бойынша. Онда ол бірінші санның x квадраттың квадраты бұл жерде. X квадраттың квадраты. Минус 2 еселенген бірінші сан мен екінші санның көбейтіндісі қосылған екінші санның квадраты. Сонда ол тең x-тің 4 дәрежесі минус анау дәреже көрсеткіштер бір жерде қосылып кетеді. 2x куб плюс x квадрат болады деген сөз. Ал бесінші, бұны да жеке-жеке формула бойынша істейміз. Яғни біріншісі формула бойынша емнің квадраты плюс 2 еселенген деген ол 2, 4, 8 ем болып кетеді бұл жерде. Қосылған 4-тің квадраты 16. Бұл бірінші жақшада, яғни минус 4 деп қоямыз да бірінші мына формулаға келтіріп аламыз. Онда ол емнің квадраты плюс 2 ем плюс 1 тең. Енді мына жерде формуланы бірінші орында, яғни дәрежелеу амал бірінші орындалады ең алдымен, содан кейін барып көбейту бөлу, онан кейін барып қосу азайту. Сондықтан біз дәрежелеуді орындап жатырмыз формула бойынша. Онда тең енді жақшаларды ашып, ары қарай орындап қоямыз. Тең бұл бірінші емнің квадраты қосу 8 ем қосу 16 өз қалпында болады. Минус енді 4-ті мынаған жеке-жеке көбейтеміз. Жеке-жеке. Онда 4 емнің квадраты болады. Мына 4 пен минус 4 пен 2-ні көбейткенде минус 8 ем болады. Сосын минус 4 пен 1 көбейтіліп минус 4 болады. Тең. Енді біз біріктіретіндерін біріктірейік. Мына жерде емнің квадраты мен минус 4-тен 1 кетеді екен. Ал мына плюс 8 ем минус 8 ем кетіп қалады бір-бірімен. Ал енді мына жерде плюс 16 минус 4 екеуі бірігеді. Онда ем квадраттан минус 4 ем квадратты алған кезде минус 3 ем квадрат болады. Сонан кейін 16 минус 4 плюс 12 болды деген сөз. Онда бұл көп мүше түріне келді. Үшінші жаттығуды қарастырайық. Теңдеуді шешіңдер дейді. Теңдеуді шешу барысында біз онда бірінші мына жағын сол жағын түсіріп қоямыз. 9x квадрат минус 1 тең 3x минус 2-нің квадраты формула бойынша таратамыз. Онда 3x-тің квадраты, яғни бірінші санның квадраты ол 9x квадрат. Минус 2 еселенген бірінші сан мен екінші санның көбейтіндісі деген 2, 3, 6, ал 2, 6, 12. Онда 12x болады. Қосылған 2-нің квадраты 4 болады бұл жерде. Онда біз енді мына жерде 9x квадрат, яғни белгіліні бір жаққа, белгісізді бір жаққа жинаймыз деген бойынша. Онда мына жерде 9x квадрат минус 9x квадрат береді. Мына минус 12 былай өткенде плюс 12x болып өтеді. Тең мына жақта 4-тің өзі тұрады, мына 1-ді былай өткізгенде плюс 1 болып өтеді. Онда бізде 9x квадрат пен 9x квадрат кетіп қалады. Сонда бізде 12x тең 5 деген нәрсе қалды. Онда ең соңында белгіліні белгісіздің коэффициентіне бөлеміз деген бойынша 5-ті 12-ге бөлеміз, яғни 12-ден 5 шығады x-тен. Енді екіншісін қарастырайық. Бірінші біз мынаны көп мүшені
бір мүшеге көбейту бойынша жеке-жеке көбейтіп аламыз. 16x пен 2-ні көбейткен кезде 32x болады бізде. Минус 16x пен x көбейткенде 16x квадрат. Қосылған енді мынау формула бойынша жіктеледі. Сонда жақшап 6 плюс болғандықтан тікелей ашып шығара берейін. Онда бұл 16x квадрат болады. Минус 2 еселенген бірінші сан екінші санның көбейтін үстеген мына мен 2 4 8 5 8 40, яғни минус 40x плюс 5-тің квадраты, яғни 25. Онда ол тең 0 болды. Енді біз қарастырайық. 32x пенен минус 40x бірге кетті. Ал минус 16x квадрат пен плюс 16x квадрат жойылып кетеді бір-бірімен. 32x-те минус 40x қосқан кезде ол минус 8x болады. Тең 25 еткен кезде минус 25 болады да, ал x-ті табу үшін минус 25-ті минус 8-ге бөлеміз. Яғни минус минус плюс болып кетеді. 8-ден 25 шығады. Онда теңдеу шешілді деген сөз. Жауабы x тең 8-ден 25 онда. Енді жаттығу 4, екі мүшенің квадрат түрінде келтіріңдер. Біз бағана мысалда көріп кеткеніміздей, енді бұл көбейткішке жіктеу, немесе екі мүшенің квадратына түріне келтіру көбейткішке жіктеу. Яғни біз мына формуланы кері қолданамыз. Яғни а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат ол тең а плюс b-ның жақша сыртында квадрат. Ал минус болса, онда міне жер минус болады деген сөз. Онда мынау формулаға келіп тұр міне. Онда бұл а минус 2-ның жақша сыртында квадраты болады деген сөз. Екінші санның орнында 2 тұр бізде. Ал мына жерде бізде шатастыру үшін мына минус 72 деген нәрсе ортасында тұру керек. Мына екеуінің орны ауысып кеткен деген сөз. Былай қарай ауыстырып қоямыз бірінші. Онда 25x квадрат минус 70xy плюс 49y квадрат. Онда бұл формулаға келеді. Мынау бірінші сан дегенім онда бізде a-ның орнында 5x тұр. 5x. Ал екінші сан b-ның орнында 7y тұр. Соның квадраты болады. Ал екі еселенген бірінші сан екінші сан міне 2 5 10 10 мен 7-ні көбейткенде 72y шығып тұр. Сондықтан формулаға келеді деген сөз. Үшіншіні көрейік. Бұл да формулаға келіп тұр. Бірінші сан дегеніміз бізде 36 дегеніміз ол 6-дан 5 ем квадрат. Ал екінші сан дегеніміз 25-тен 9 ол 5-тен 3 еннің квадраты. Мына жердегі минус, мынау мысалы 2 еселенген бірінші сан дегенім 6-дан 5 ем, екінші сан дегенім 5-тен 3. 5-тен 3 ем. Сонда бізде міне жерде міне 2 мен 6 қысқарып мына жерде 1, ал 3 пен 3 қысқарып, 5 пен 5 қысқарып 1 емен ғана. Яғни мына келіп тұр деген сөз. Қосылған 5-тен 3 еннің квадраты. Онда ол тең формула бойынша 6-дан 5 ем минус 5-тен 3 еннің жақша сыртында квадраты болады. Енді 5-ші жаттығу екі мүшенің квадрат түріне келтіріңдер дейді. Бұда жаңағы сияқты келіп тұр. Бірінші санның орнында онда ол 4-тен 1 с квадрат тұр деп ойлауға болады. Өйткені 16-тан 1 бұл 4-тен 1 с квадраттың квадрат деп ойлауға болады. Ал екінші санның орнында 4x. Сонда мынау 2 еселенген, мына жерде 2 еселенген 4-тен 1 с квадрат ол бірінші сан. Екінші сан дегенім менде 4 x қосылған, мына жерге қосып 4x-ның жақша сыртында квадраты формулаға келіп тұр деген сөз. Сонда мына екеуі қысқарып, мына жерде міне 2 квадрат x пайда болып тұр. Онда бұл тең формула бойынша онда 4-тен 1 с квадрат қосылған 4x-ның жақша сыртында квадраты.
Ал екіншісін қарастырайық. Бұда да жаңағы сияқты бірінші сан менде 0,1 а квадрат, ал мына екеуінің орнын ауыстырып жіберген деген сөз бізде. Онда ол тең болады. Мына жерде бұл 0,1 а квадраттың квадраты бірінші сан. Мынау минус 0,2 а квадрат б қосып б квадрат. Онда ол тең 0,1 а квадрат минус б-ның жақша сыртында квадраты деген формулаға келіп тұр. Ондай болатын болса, біздің бүгінгі көрген сабағымыз екі өрнектің қосындысының және айырмасының квадраттарына байланысты сабақты көрдік. Келесі кездескенше қош аман болыңыздар.